Қайырлы күн баршаңызға, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен үй жағдайында жасалатын дәмді, осындай оңай жолмен жасалатын мадлен печеньесін менімен бірге жасап көріңіздер. Жасалу жолы оңай, бар жоғы барлық құрамы үйден табылады және піскенде де дәл осындай жұп-жұмсақ, іші сарғайып, толық қанды піседі. Сол үшін алдымен арнаға тіркеліп, видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Печеньемізді өз қалауыңызға қарай сәндесеңіз болады. Мен бұл жерде насадканың, яғни кондитерлік насадкамен сәндедім. Өзіңіздің қалауыңызға қарай вилкамен неше түрлі сәндеуге болады. Алдымен бізге керекті барлық видеода көрсетілген құрамды төмендегі описание бөлімге толық қанды жазып кетемін, содан қарасаңыздар болады. Бөлме температурасындағы 3 жұмыртқаны жарып, оның үстіне қантымызды, яғни секерімізді салып, дәл осылай венчиктің көмегімен толық қанды асықпай жақсылап тұрып, қантымыз ерігенше араластырамыз. Егер өз қалауыңызға қарай миксермен араластырсаңыз да болады. Мен бұл жерде 4-5 минуттай венчиктің көмегімен, яғни секерімізбен жұмыртқамыз дәл осылай ағарғанша жақсылап тұрып араластырып алдым. Жақсылап тұрып араластырылған массаның үстіне ертілген бөлме температурасындағы сармайды қосып, дәл осылай еріту керек сармаймыз. Сол сармайды қосып, толыққанды тағы да бір рет венчиктің көмегімен сармаймыз ерігенше толықтай жақсылап тұрып араластырамыз. Сіздер жаңадан келген оқырман болсаңыздар, көрермен болсаңыздар, менің арнама тіркеліп қойсаңыздар деймін. Себебі алдағы уақытта тәтті бәліштер мен неше түрлі дәмді астар шығады. Сол үшін колокольчикті, яғни қоңырау белгісін басып, менімен бірге тіркеле өтіңіздер. Менің арнама тіркеле өтіңіздер. Қопсытқыш, яғни ұнымызға қопсытқышымызды қосып, ұн үйлегіштің көмегімен дәл осылай жаңағы барлық толыққанды араластырылған массамызға қосып, дәл осылай видеода көрсетілгендей біркелкі ұнымызды сала отыра, жақсылап тұрып венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Ұн үйлегіштің көмегімен ұннан өткізіп салсаңыздар, ешқандай түйіршік болмай, дәл осылай қаймақтың массасындай тестамыз, яғни қамырымыз дайын болып, дәл осылай кондитерлік насадкамызға салып, өзіңіздің қалауыңызға қарай сәндеп, қызып тұрған 180 градусты пешке беті қызарғанша, беті мен асты қызарғанша толық қанды пісіріп аласыздар. Сіздермен болған айгерім, каналға тіркеліп, менімен бірге дайындап өтіңіздер.